танымал актриса Нүкетай Мышбаева үшін қос бірдей қуаныш. Жастайынан келіп өмірмен біте қайнасқан Әкем театры 90-ға келсе, өзі 80-нің сеңгіріне көтерілді. Енді қазір мен жасымды айтпайын деп едім, сен айтып отырдың. Аллаға шүкір 80-ге келдім. Қазір театрға келсем, 80 жасымды мен ойламаймын. Кәдімгідей бір жап жас адам сияқты сезінем өзімді. Ал үйге барсам кішкене аңқыл-сыңқыл. Қазір жүрек ауыртпай 30 ұлың болғанша спектакльдерінен сүйікті актрисаларыңызды көре аласыздар. Нүкетай апайлар арнайы актерлықтың оқуын оқыған алғашқы көш. Ол кісінің қымызханадағы рөлі де, театрдағы образдары да елесінде. Мені ең бірінші күліп ойнап, кішкене көңілді жүргенге мынау комедияның актрисасы екен деп, маған ол комедиялық рөлдерді беретін. Бірақ мен трагедияны жақсы көрем, трагедиялық өмірді. Өмірді себебі 4 ағайымды бірдей соғысқа алып кеткенде жылап еңдеп қалған қыз болатынмын. Сондықтан менің жүрегімде, менің ішкі дүниемнің барлығы сол жылап тұрады кейде. Ол кісінің негізгі арманы әнші болу еді. Тіпті анасы да ол кісіні әртістікке бар, басқаны ғой деп соған бейімдеген. Бірақ актриса тағдырым театрмен қабысқаны үшін бақыттымын дейді. 55 жыл театрда ән сап жүрмін өз әлімше, өнерге жол сап жүрмін дедім аяу. Бірге жүрген достардан көп кетіп, сол бір дәурен жастықтау, аңсап жүрмін дедім аяу. Театрдан өріндей ау, қымызхана төріндей ау. Өміріме ризаман, аққудайдың көліндей ау.